Саламатсыздар ма? Қайырлы күн. Бүгін сіздерге енді жүрек туралы тоқталып өтетін боламыз. Алдында бауыр туралы тоқталғанбыз. Жалпы жүрек бұл жаңағы дәстүрлі Қытай медицинасында жалпы 5 ішкі органды 5 жаңағы элементпен салыстырып атайтындығын атап өттік. Соның бірінде жүректі от деп атайды. От бір жағы жаңағы ол жылулықтың, мейірдің, махаббаттың жалпы кез келген жақтың жақсы символына айналады. Жүрегіме жылу берген, оттай ыстық деген сияқты жаңағы көптеген айта берсек көп сөздер жаңағы теңеу. Сонымен бірге ол жүрек бір жағы жаңағы ласта өрген орган болып табылады. Егер бір нәрсе жанып бітетін болса, ол жарамсыз күлге айналады ғой. Вот сол сияқты да жүректе де жаңағы түрлі аурулар пайда болған жағдайда ол да жаңағы лас жарамсыз дүниеге айналады. Енді жүректің жалпы келейік, жүрек адамның жалпы кеуде тұсының сол жағына қарай орналасқан, дәл сол жағы емес, дегенмен соған таяу орналасқан. Енді әрбір адамның жүрегі өзінің жұдырығының көлеміндей болады. Әйел адамдардың жүрегі ер адамдардікінен 15%-ға кішкентай болады. Жалпы жүрек өзі 300 грамм айналасында салмақты құрайды. Сонымен бірге әйелдердің жүрегі ер адамдардың жүрегіне қарағанда жылдам соғады екен. Ол солай да. Онан кейінгі айта кететін нәрсе, жүрек мысалы қалай айтамыз, 5 минутта 5 литр қан сүзеді екен. Көрдіңіз ба? 5 минутта 5 литр. Ал енді күніне 7000 литр қанды сүзеді. Өмір бойы 176 миллион литр қанды жаңағы сүзіп өткізіп тасымалдап отырады, былай айтқан кезде. Көрдіңіздер ма? Енді адам жүрегінің жалпы 4 клапаны болады. Бір қызығы тарақанның, таракан деп айтып атамыз, соның жүрегінде 13 клапан болады екен. Енді қарай беріңіз ары қарай. Енді жүрек жаңағы минутына орта есеппен 70 рет соғады, күніне 3 миллион 600 мың рет, өмір бойына ол соғады екен, 2,5 миллиард рет соғады. Көрдіңіз ба? Адам денесіндегі тұтас қан тамырлардың жалпы ұзындығы 120 мың километрді құрайды. Көрдіңіздер ма? Енді қазір соңғы уақытта осындай рөлдеріне қарамастан, мысалы жаңа жүрек сонан кейін, мысалы түшкіреміз ғой, түшкірген кезде тоқтап тұрады. Басқа жағдайда ол тоқтамайды. Егер адамның жүрегі мысалы толыққанды 1 минут тоқтайтын болса, ол адам бақилық болатындығын барлығымыз білеміз. Сондықтан жүрек жаңағы от, сонымен бірге ол монархиялық рол атқарады дейді. Яғни ол патша. Жүрек біздің органдардың патшасы. Кеше бауырды айттық, оны генерал дедік, немесе әскери қолбасшы дедік. Сол секілді жүрек ол патша болып табылады. Абайдың өзі жүректі жаңағы ақыл, қайрат үшеуін салыстыра келіп, жүректі басшылыққа қояды. Ақылды қойғанмен ақыл кейде ол қулық істетіп кетуі мүмкін да. Зиянды ақыл, пайдалы ақыл деген болады. Ал күшке келетін болсақ, оның пайдалы күш, зиянды күш деген болады. Сосын Абай жаңағы өз өлшемінде адамды басқаруда жаңағы жүректі бірінші орынға қояды, яғни ақыл мен қайратты жүрекке бағындырған. Сондықтан Абай айтады, жаңағы ақыл жүректің айтқанына көнсе, демек одан қате шықпайды деп. Біз кейбір нәрселерді көбінде жаңағы ақылға салып аламыз. Соның ішінде бір махаббат деген нәрсені. Жаңа айттық, жүрек бүкіл адамзаттың адам болғалы ол махаббаттың символы. Оны барлығымыз білеміз. Соған қарамастан кейде махаббат әсіресе жар таңдау мәселесінде көбірек ақылға көбірек салып жатамыз жаңағы. Материалдық құндылықтар дейміз жаңағы. Күйеуіміз, әйеліміздің барынша әдемі, сұлу болған, бай болғанын деген сияқты жаңағы сымбатты болған,
деген сияқты сондай бір талаптарды көбірек қойып кетеміз да. Рухани жаққа, жаңағы жүрек жағына назар аудармай жатамыз. Шын мәнінде махаббаттың анасы, оның жаңағы ордасы ол жүрек. Жаңа Құдайдың өзі жүректі бір ерекше хикметпен жаратқандығын баяндайды. Анау періштелерге келіп шайтан айтады дейді. Мен мына адамның барлық денесін аралап шықтым, бірақ мына сол жақ кеуде тұсында бір жұдырықтай еті бар екен, соған кіре алмадым деп. Вот соған шайтан да кіре алмаған біздің жүрегімізге. Бірақ енді ғашық болғанда, бір-бірін сүйгенде, бір қыздың жүрегіне бір жігіт, бір жігіттің жүрегіне бір қыз, тіпті одан да көп жаңағы кіріп кетеді да, иә. Енді ол махаббат деген нәрсе ол сондай. Онан басқа махаббат тек қана ғашық болумен шектелмейді. Басқа да жаңағы туған туыстарымызға, ата-анамызға, елімізге, отанымызға, жерімізге, достарымызға деген сияқтыларға кете береді. Бірақ осының барлығы немен өлшенеді? Ол жүрекпен өлшенеді. Жүректі бірден бір қорғаудың әдісі жаңағы уайымдардан, депрессиялардан, жаңағы қатты сақтану керек. Күйзелістерден мысалы. Осы нәрселердің алдын алып, жаңағы бір тосын жағдайлар болады. Бір жақын адамдарымыз өмірден өтіп жатады, или басқа болады, бір трагедиялар болады деген сияқты. Моральный, материальный жаңағы қиындықтарға ұшыраймыз. Осы кездегі барлық жағдайлардың барлығы бізге жүрекке ең алдымен қысым түсіреді. Одан қалған оның уыттары қайда жиналады? Бауырға жиналады. Түсінікті ғой. Сондықтан жүректі жаңағы мықты сақтау үшін біз саламатты өмір салтын ұстануымыз керек. Ал енді оны қалай істеу керек? Жүректі қорғаудың бірден бір жолы ол жаңағы дене шынықтырумен, былай айтқанда спортпен айналысу. Спортпен айналысу дегенде ол адам өзіне сонша қинап жаңағы бір ақтер, қаратер болып, сұмдық болудың қажеті жоқ ол жерде. Көбірек жеңіл атлетикамен айналысқанда дұрыс. Сосын жаяу көп жүру керек. Күніне жаңағы 10.000 қадам жаяу жүруді дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы адамдарға міндет деп қойды міне. Осы нәрсені қадағалау. Жаяу жүрген кезде адамның бүкіл организмында жаңағы қалыпты, стандартты қозғалыс пайда болады. Ол қанның айналысына, бүйректің қызметіне, жүректің қызметіне, өкпе, бауыр, асқазан, ішек жолдары, сосын барлығына өте жақсы көмектеседі. Сосын таңертең тұрған кезде бір шыны жаңағы жылы су ішіп жүреніңіз. Енді осы жүрек аурулары жаңағы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы қазір жер бетінде жалпы жылына 17.500.000 адамның жүрек ауруынан аттанатындығын айтып жатыр арғы дүниеге. Бұл әрине ауыр көрсеткіш. Енді жүрек ауруына сонымен бірге жаңағы темекі шегу, арақ ішу, насыбай ату, кальян шегу, түрлі наркологиялық жаңағы аурулар, әдеттер бар ғой мысалы да, осының барлығы біздің жүрегімізге тоже жаңағы зиян келтіреді. Осы нәрселердің алдын алып барынша нашар әдеттерден арылғанымыз дұрыс, егер ұзақ өмір сүргіңіз келсе. Мынау Қытайлар айтады, жаңа Қытай медицинасын оқымаған адам 10 жыл аз өмір сүреді деп. Сол секілді жаңағы қазір ғылымның жан-жағы дамыды, қоғам дамыды, көзқарастың бәрі өзгеріп жатыр. Сондықтан сіздер жүрек мәселесіне қатты назар аударыңыздар. Ойлаңызшы, жүрегіңіз 1 минут соқпай қалды, аяқ астынан не болады? Болды, сіз жоқсыз жер бетінде. Жаңағы жоғарыда рөлдерін айтып өттік, қандай ауыр қызметтер атқарады жүрек. Адам мысалы анасының жаңағы құрсағында қалыптасқан 4-ші аптадан бастап жүрек соға бастайды екен. Содан ол адам өмірге келіп, одан дүниеден өткеніне дейін ол жүрек тоқтаусыз соғады. Міне. Сондықтан біз оны қатты асырауымыз керек. Енді онан кейін спорттан басқа жаңағы негізі бұл жүрекке керекті жаңағы жалпы витаминдер, минералдар, элементтер деген нәрсе болады. Жүрекке де керек. Дәрумендер деп атамыз ғой, витамин деген. С, Д дәрумендері мысалы. Сосын омега 3, омега 6 деген болады. Мына балық майлары, теңіздегі жануарларда болады бұл негізі. Сосын ол жаңғақта, зәйтүн майында жаңағы жоғары болады. Омега 3 деген. Енді біз тұтынып жүрген мына шемішкенің майлары, жаңағы басқа бір майлардың көбі, даже мына жануарлар майларының өзі омега 9, омега 12-ге дейін барады.
Бұл негізі біздің адам организмінің қабылдайтын жаңағы майлық өлшемнен жоғары. Сосын жаңағы біздің аурулар пайда болады. Жүректе болсын, қан тамырларда болсын, жаңағы зиянды қалдықтар пайда бола бастайды. Біз сонан ауырамыз. Сондықтан барынша жаңағы стандарт азық-түліктерді тұтынып үйрену керек. Жаңа айтылған зәйтүн майы болсын, жаңғақ, теңіз өнімдері, оның ішінде балық, жаңағы тағы басқа деген сияқты. Онан кейін жемістер, мысалы алма, қызыл түсті жемістер, мысалы көкөністер, қызылша, сәбіз. Онан кейінгі айта кететін маңызды бір нәрсе бар. Ол әрине сарымсақ. Сарымсақ жаңағы қанды қыздыратын рөлі бар. Қандағы жаңағы әрқандай онкологиялық аурулардың вирустарын, бактерияларын бірден жаңағы жойып әлсіретіп отыратын рөлі бар. Сарымсақты жаңағы жиі тұтынып тұрыңыз. Сонан кейін жаңағы жүрекке қажетті нәрсе ол йод болып табылады. Йод өте қажет. Онан кейін жаңағы жүректе 4 клапаны болатынын айттық. Оның 2 құлағы болады, бәріміз білеміз. Осы жаңағы 4 клапан 2 құлақ арқылы жаңағы вена, артерия тамырларынан құралады жүрек өзі. Сол тамырлар арқылы жаңағы қанды денеге жеткізуге, тасымалдауға әрекет етеді. Көрдіңіз ба? Ол екінші бір қанның қоймасы жаңағы бауырдан кейін. Және оны бүркіп шығарып отыратын жаңағы құлақшалары бар. Мына жақтан келгені былай, мына жақтан келгені былай, вена мен артериядан бүйтіп жалғасып тұрған нәрсе. Енді осылардың қызметіне күнделікті жаңағы 1% не керек? Кальций керек. Енді кальций көбінде жаңағы сүтте болады, жұмыртқада, жаңағы ет өнімдерінде де болады. Ол жаңағы осы нәрселерге назар аударыңыздар. Кальций ең жоғарысы жаңағы қолжетімдісі, ол мысалы бөдененің жұмыртқасында кальций өте жоғары болады. Көрдіңіз бе? Сосын сүтте болады. Дегенмен қазір жаңағы концентрат дейді ғой, мына байытылған жаңағы белсенді қоспалар жаңағы биологиялық көбейді. Оны жаңағы жанкан чампин деп атады, Қытай тілінде бау чампин дейді. Немесе орысша биологически активный добавки дейді. Осы нәрселер жақсы, өйткені олардың химиялық жаңағы заттар болмайды олардың құрамында. Әдеттегі аптекадағы, дәріханадағы кальцийлардың көбі кез келген дәрілер негізі ол өнеркәсіпке қолдануға арналған. Соның ішінде кальцийді айтады. Даже цементте де кальций болады. Көрдіңіз, актасында да кальций болады. Көбінде осы актасынан алады кальцийді жаңағы дәрігерлікте. Өйткені оның өзіндік құны, өндірісі ол арзан болады. Және оны қымбат бағада сатуға болады. Ал оны жегеннен кейін сіздің асқазаныңызда, бүйрегіңізде, бауырыңызда не пайда болады? Әртүрлі аурулар, тастар, қалдықтар, өт жолыңызда мысалы. Сондықтан жүректе болатын аурулардың алдын алу үшін бірінші кезекте міндетті түрде ішіп-жемге назар аударыңыз өзіңіздің. Сосын көңіл күйіңізге жақсы қараңыз. Онан кейінгі айтатын нәрсе, спортпен шұғылдануды ұмытпаңыз. Сонымен бірге саламатты өмір салтыңызды ұстаныңыз. Барынша тұрмыстық нашар әдеттерден арылыңыз. Жаңағы айтып отқан арақ, темекі, насыбай деген сияқты. Енді қазір мынау арнаулы кальян орталықтарын ашып қойды, жаңағы үлкен қалаларға да, жаңағы қазір жұрттың бәрі барып сол жерде кальян шегіп, артынан пивасын, арақысын ішіп сөйтіп жүр. Бұның бір адам денсаулығына өте зиянды. Енді жүректің өзі түсі жаңағы қанық түсті болады, жаңағы қара қоңыр түсті келеді ол. Егер ол қатты қызарып кететін болса, өте қатты солғын болып көгеріп кететін болса, ол адамның бет жүзінен де көрінеді. Бір адамдар болады ғой, мына тамағы қып-қызыл болып жүреді. Или мына бет қан тамырлары жаңағы қызылып, жаңағы адырайып, или мына шекесі қып-қызыл болып жаңағы қасып жүретін адамдар. Оларда тұқым қуалаған және сонымен бірге бағанағындай осы жүректі дұрыс қорғамағандықтан, жүрек туралы жаңағы оны қорғау туралы өзінде білім болмағандықтан, жаңағы жүрек ауруларының бастапқы кезеңдері содан көріне бастайды. Мысалы жаңағы айтып отқан жаңағы инфаркт болсын, мысалы жаңағы жүрек талмасынан кетіп атады адамдар, тағы басқа. Сосын жүрек қанның жаңағы жүрек қан денедегі қаннан бөлек болатындығын айта кетейік. Жүрек қан деген өзінше тағы бөлек қан болады. Оның өз қызметтері болады. Енді оны егжей-тегжейлі жаңа бәріне бара берсем ол қиын.
Ең жақсысы сіз жүрегіңізді асырау үшін жоғарыда айтқан әдеттерді қалыптастыруға әдеттеніңіз. Өйткені өмір сіздікі, сондықтан жүректеріңіз ауырмасын. Енді оны жаңағы адамның денесінде өзінің жұдырығындай бір кесек ет бар. Біз оны ерекше хикметпен жараттық дейтін жаңағы Құдайдың да айтқан сөзі бар бұл жерде. Оны да ұмытпаңыздар. Сондықтан ауырмаңыздар, аман сау болыңыздар. Жүректеріңіз таза болсын. Жүрек таза болса, ниет таза болады. Ауыздан шыққан сөз таза болады. Әлгі айтады ғой, адам ойында не ойлап тұрса, аузынан сол сөз шығады деп. Сондықтан жүректеріңізді жаңағы надандықтан, жамандықтан, жаман ойлардан, сонымен бірге жаңағы зиянды іс-әрекеттерден, тамақтардан қорғап үйреніңіз. Жүрек біздің жаңағы органымыздың патшасы. Мына дүниеде де, ана дүниеде жаңағы біздердің бақытты өмір сүруімізге бірден бір кепілдік беретін орган. Ол сондай киелі орган болып табылады. Сондықтан ол адам ағзасындағы патша ролін атқарады. Сондықтан жаңағы патша көңілдеріңіз әрқашан аман сау болсын, жан дүниелеріңіз таза болсын, тәндеріңіз де ауырмасын, аман сау болыңыздар. Жаңағы азық-түліктерді үнемі тұтынып, спортпен айналысып, сонымен бірге ойды, көңіл күйді жақсартатын, нашар ойлардан арылтатын, жақсы кітаптарды, рухани білім беретін ақпараттарды көбірек қарап, өз-өздеріңізге тән жағыңыздың салауатына, жан жағыңыздың салауатына да көңіл бөліп жүрулеріңізді өтінеміз, сұраймыз. Айта кетемін, каналға жазылып қойыңыздар. Астына өздеріңіздің комментарийларыңызды, пікірлеріңізді қалдырып, лайк басып отырыңыздар. Қандай да бір ұсыныстарыңыз болатын болса, айтыңыздар. Сіздерге міндетті түрде кез келген уақытта тұшымды жауап беруге дайынбыз. Барлықтарыңызға рахмет.